Сәлем, мен бүгін самса жасадым. Самсаға керек жарақтар картошка, пияз, фарш. Барлығын осылай жақсылап дайындап алдым, араластырып. Қамырымды суға тұз қосып илеп алдым. Және арасын жайып, май жағып осылай орап дайындап алдым. Және осындай жеке-жеке бөлікке бөліп, жайып, дайындаған фаршымды салып, табаға салып әдемілеп пісіріп алдым. Өте әдем болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Және мынау менің тортым жасаған үйдегі бар құрал-жарақтармен жасалған. Өте әдем болып шыққан. Маған қатты ұнады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Қорықпаңыздар. Батылдықпен жасасаңыздар барлығы әдем болып шығады. Және қалған пирог креммен осындай торт жасасаңыздар да болады. Әдем болып шығады. Ол да үйдегілермен шай ішкенге, үйдегілерге шай бергенге өте әдемі. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және осындай панкейк жасадым. Өте әдем болып шықты. Балаларыма қатты ұнады. Осындай барлығын араластырып, жақсылап дайындап алдым. Сковородкаға аударып, пісіріп алдым. Өте әдем болып шықты. Арасы толық пісіп, жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және мынау менің заказға, үйдегі балаларыма туған күнге жасаған торттарым. Өте әдем болып шыққан. Барлығын көңілінен шықты. Енді алдағы уақытта осы рецептлармен бөлісетін болам. Менімен болғандарыңызға рахмет. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.